Біреуге жақсылық жасасаң, ол ешқашан жерде қалмайды. Төлеутай әскерге кетті де, одан қайтып оралды. Тынышталып қалып, мұғалімнің үні ерекше естілді. Бәрі назарын оған аударды. Жарайсыздар. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Сабақтас па, салалас па? Нақты әрі соңғы жауаптарыңыз ба? Аудан орталығына қоныс аударғалы тұрмыстары едәуір түзеліп қалып еді. Бұл себеп, я? Деп ойлайсыз, қайсы тексеріп көрейік. Жауабыңыз дұрыс емес. Мақсат. Көрейік. Жауабыңыз дұрыс. Алмағандықтан. Айқай салып қашып еді. Бұл қайсы деді тұрсыз? Себеп. Жақсы көрейік. Жауабыңыз дұрыс. Даусыңызды шығарыңыздаршы, мен естімей тұрмын. Бұл қимылсын, я? Көрейік. Жауабыңыз дұрыс. Бізде енді екі ғана түрі қалды. Нақты сөйлемді оқыңыз. Нақты бағының сабақтас, ол өз көңіліңді білдіре, менің көңіліме демеу сала келгеніме риза. Жоқ, олай емес. Оқыған алып шықпағанда ол сақты. Неге олай айттыңыз? Сіз дұрыс айттыңыз. Себебі шықпағанда дегенде сұрақ қойсақ, не істегенде. Иә, және мағынасына қарасаңызда шарт қойып тұр, иә? Сен осы мылтықты алып шықпағанда, азулы қасқырдан құтылу екі талай еді. Мағынасына да назар салыңыздар. Және енді соңғысы осы. Жарайсыз, сіздер дұрыс таптыңыздар.